Охылбы, мұңқыламың, ғорбың үрдінен адестатта. Охылбы, үргіл жышадымыр, охан бүлік туылдыр. Ошалалты арбыя, шоқылы болғыжы бүрілді олғын. Ордың сақты, хоряхым бойын арбайлық. Залуны күрі, ошарахын табын соқса. Үні алтын сұмбыр олымыта. Онсы үрдінен шымыкте, бұйытны, үмгінілвы, амырго. Благословенный тремя драгоценностями незабвенного ламы, совершенствует свой ум безопасно и постоянно, создавая возможность 10 важных встреч. Богатство молодого друга только в раннем накоплении благодеяний. Видение Золотой горы Сумеру подобно встрече с 5 сандхами. Не страдает ли, в покое ли ваше драгоценное тело? Осуму инасмунецак, башык шабарас хиреуге. Орғысың нетік баря, үнісісің мұты. Талың соқсың, näl зұрмадың. Оршықты табың күсіле, херу мұндырор, ханагдуге, тоңғылық сен ол. Оң сен, амғылың болтығы. Амғылың өдірі, амырмында үркім күндіті нүкіт. Ғазыр ділхеді, әлжеті тұрылды. Хумуне буе алжымындылғыр, арады кірікті, амин ағыя зарылғын. Бұддың шажыне кіргі күтіл бірілжа. Нәрімділі тұлады, ұдыр бұқына зарылғын. Гүген тұрылты, үтігілі қамбың. Ундыр нырды зарылығдығын надыя, інім ұнадыр. Зоне золғыда, үкіл бұғы шыптя. Сегодня, в этот ласковый летний день, мы открываем фестиваль духовной и материальной культуры по отношению к 10 драгоценностей, посвященного величайшему мыслителю, верховному правителю всех буддистов, Пандита Хамбаламе XII, Дашидоржа Этигилову. Добрый день, дорогие друзья! Үночырар, бұмбырсықдыркім бұқуысыздықтынты цоқ байырлы жібайсын. Мане борядың арық тұмыны дары-дары ұмдыр сычғы жібайсын. Очыры емідірч, үнодыры ағуйқы сәндір гіч талын. Талына ұнын цайқын сычылес амырчылнық, тақтач авыкты. Фестиваль служит расширению деятельности по познанию духовной практики буддизма и письменного наследия Дашидоржа Этигелова, привлечению новых авторов, художников. Для создания новых произведений, непосредственно связанных с религиозными традициями, буддийскими святынями, сохранением, развитием и популяризацией историко-культурного наследия Бурятии. Второй международный фестиваль духовной и материальной культуры, посвященный 12-му Пандита Хамбаламе Дашидоржа Этигелову, подношение 10 драгоценностей, проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию с момента основания Института глав буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Наднанга хиндера, наша тайзандера, ише гарджа ирхитне оринапт. Расин буддин шажынтыны заншылты саңқын толғайлықша. Хорин дүргудугер Бандита Хамбалама Дамба Аюшеев. Бурят Республиканың засық қазірі тұрулықшын, ниеті көкжілтін талар орлықша, Владимир Эдуардович Матханови оринапте. Бурят Республиканың арада құралы регионут хорынды холвануды, умды сиясын болды асодынуды, залучылы политикын, ниетін балын шажым мұрғылы нүдіңнуды талар, хораны тұрулықч, түйін жүк бен баш батуевыға тәзіндер оринапты.
Ундата Никудут, ундата Мургулшинут, ундата Альчидут, Манена Иха, Воинте Удыр, Орхум Бакшымне Мунодыр, Мынлджа, Хуне Баите Бало, Орхум Бакшымне Мунодыр, Хосан Чанар Баржа, Бачсичкалте Балажа, Борхум Бало, Мунодырымне Борхум Бакшымне, Нирвана Бало, Темушрасынымне Мунодыре Орбун Байырар, Борхум Бакшен Адо, Ихсен Адо, Нигидоро Сугулулажа, Орбун Ихиимы Хушатла Сугулулат, И Мудурор Битани, Унын Зушкунастани Амаршалным. Мане Адо, Сайт Республикин, Себековны Курте, Босуд Адо, Занте Олзажа, Эни Ихудыр, Чигилов Хамбаламада, Орлыкшын, Гаре, Орунте, Байлигте, Шадылте, Зоне, Зугос, Зуркунос, Адо, Хамбаламада, Арбан Орго, Хихин, Уидысын Емеге, Хамбаламайга, Байлбулхин Туло, Ургухумнегежа, Ойхадың, Бидиада тренинг Улен Абажа, Тем Монадырто, Ихын Эр Надым Бальдибега. Хамбалама Чигиловымне, Алын Талар Адо, Кунзани, Сугулолажа, Кунзани Иблулажа, Сронзың магнит шынды мани татыжа, Игжы бәйін ламу бәйні. Арман қайыр жыл ұңғысыне дара, Мане барят зонсо, Негі уйың адо, Арман қайыр нааты учыбуд уже гүжебіні. Енімне адо, Чигилов хамбалымы тәе хамты, Арман қайыр жыл амидырылжы бәйіні. Наға ұқан арқыдо, Хамбалама бәйіндігі жібітсін зоң дебі жібәйіні. Чигде ені мұны Арман қайыр нааты учыбудут, Ямарадо бойынте, Ямарадо сашта, Олзатеем гашкылжы болсынчы. Юндығы хыде енімне анхыне хамбаламын уйы. Первое поколение хамбалам. Хамбаламын учыбуд гыжы болхы, кылжы болхы, басқыдуд гыжы кылжы болхы. Нетік ос хубагдың уй. Хойырмен хойранды тұруым учыбудут. Хорин жылы дарагу, дүшін жылы дарагу кылжы япхы. Би хамбаламын анхыне уйын күмбей күші. Бұдяда хоре құшын жылы дара кылхып же. Анхыне хамбаламын уйын учыбуд. Имы зарылғыте, имы шадылте, имы уханте бәйнігіжі. Темді орындығы томьете болып көпче. Хойырдығар уйын ахят нырыл көпче. Орбудығар уйын гедл. Бұды жыл бұры ода хубут басқыдымне томболжы. Хамбаламын ода хамбаламытеға томболың олды дебағыне. Сашыда орығы артымындо, бұриятындо, орығы ғұрындо, бұғы дылықайды тоғытел бәқіржі, ерол таби қыпжы. Игі жыл ода бұды бұриядот, орда қарыжы, қолың ұқан бадыжы, яққа яутай көбіпті. Бұды юлет пламетрілі бепті күді үннан соғы, бойына алыжы, хамбаламайға байрыл олыжы. Нерен дүрді, орығы нүгі тұрлы, бадыжы ябын зон көмбепті. Эге қолғы олы күді мұны құне бұйынсо бәйінді, нохай ғақай бұшы бәйінді, бұды орығы қанты авиясты бәйінді, Емі әйліғжы бәйінді, бұдыл нелең ладол ортырлы бұйынтеп дегізі бадайын. Етім ұшырас мұны бұрят зонсо тұржы, бұдарлы шажынды болыжы. Хамбаламы чигелікте мұрғжы бәйін зонды, ішо юқырықтайын. Монголос, Халимағас, Тувағас, осы дада ғұрынос күнзон наша ержі мұрғжы бәйіні. Тұғыд қылны, та бұрят зон ямар бұйынте құмты, ямар жарғылте құмты. Емі хамбаламыте бәйінді, Имы ғақылты бұйыте бәйіндің, та ямар ода әң зон құмты күшкіл дебені. Бұд ода хамбаламы чигелі еркі олжықын толы, қолы монголос, тұғыдос, или туа қалмығас ержі бәйқыда, бұд нелең замын зарлыл қарғыжы, нелең ода саға әдіжі, нелең мұңғы қарғыжы ерті көбейіп жегі қыдың, та бұрят зон, қажудың бәйін зон, екіл бұйынте тігіжі манды қылдығы ем. Биде мұны сұғылыл солырғын зонды бейқыл көп санда. Биде юнет құла сұғылыр авепті. Хамбаламы чигелуе байрылыл қын тұла. Орығы бақша байрылыл қын тұла сұғылыр апты. Орын зоки оқшынут, шулы ғоро. Тарқышул, ғара-ара. Учыбут, инегері. Илтіп арғар бұденді сұғылуладлы, мане зорелғыл нығылым. Мы собрались только ради одного.
чтобы порадовать Хамбаламу Ичигилову своим талантом, своим умением. Будда говорил, что руки человека от Бога, остальное все от матери. И вот вы, люди, которые руками творите чудо, руками делаете вот это высшее изделие, вы счастливые люди. Мало, к сожалению, сейчас людей, кто руками что-либо делает. К сожалению, мои ламы и начальники больше языком болтают. А вот вы, художники, чеканщики, ткачи, или как вас там по-другому называют, вы счастливые люди. Вы используете свои пальцы, и ваши пальцы становятся благородными. И поэтому я вас уважаю, ценю и горжусь, что на земле бурятской, среди нашего народа, есть люди, которые могут что-то делать и творить. И поэтому я прошу вас, делайте побольше, делайте лучше, чтобы в каждый наш дом пришли ваши вещи. Если вы оставите вещи для 100 человек, вы великие люди. Если вы оставите свои вещи для 1000 людей, вам жить в раю. А если вы 10 000 людей заставите уважать свой труд, я не знаю, выше вас, наверное, никто не будет. И поэтому вы счастливые люди, руками делающие. Певцы, поэты, которые от всего сердца будут давать сегодня слова в честь Хамбаламы Ичигилова, они тоже получат свое. Мы собрались только для него, Элгорик-ты. Не для меня, не для Матханова, не для Батуева и не для Цыбикова. Элгорик-ты, вы сегодня собрались только для Хамбаламы Ичигилова. И это большое счастье. Никому на земле, ни одному народу такому счастью не дано. И поэтому мы должны помнить об этом и гордиться, и внутри радоваться. У нас есть Хамбалама Ичигилов. Нам больше ничего не надо в этой жизни. Это да. Энда. Бурят улсы засыгы газыры турулык шыңорлыкшы Владимир Эдуардович Матхановты Угуктына. Уважаемый Хамбалама, уважаемые земляки, позвольте первым, конечно, поприветствовать вас от лица главы Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына, правительства, с этим замечательным фестивалем, второй раз уже проходящий на нашей бурятской земле, при подношении 10 сокровищ. Уже второй раз наша земля принимает талантливейших творческих людей, которые преподносят свои дары в честь Хамбаламы Дашададжо Тыгилова. Они готовились уже на протяжении этих 2 лет, надеялись, что придет тот день, когда они смогут отдать дань уважения тому человеку, который уже десятки лет тревожит умы тысяч людей, который притягивает, как Хамбалама сказал, тысячи людей со всего мира. Того человека, который прославляет нашу землю. Я хочу пожелать всем нашим участникам, в том числе вот молодым нашим ребятам, которые представили свои и картины, творческие работы, номера, стихи, пожелать им здоровья, творческих успехов, чтобы их чаще посещала муза, чтобы они дарили нам свои дары, свое тепло, свои слова, свои рисунки, свои работы, чтобы мы радовались, глядя на них, и вспоминали о том, что на самом деле творчество этих людей, оно останется в веках. Огромное всем спасибо. Я думаю, что те 10 конкурсов, которые пройдет сегодня, определят сильнейших. Но те, кто и не победит, я думаю, что тем не менее оставят большой след в нашей памяти. Огромное всем спасибо, с праздником. Отдельные слова благодарности Хамбаламе Авишеву, который инициировал и упорно продвигает мероприятия, проходимые на нашей земле, которым тысячи людей стремятся, участвуют и побеждают. Огромное всем спасибо, с праздником! Бурят улсы арды хурлы хороны турулыкшы Сидынджап Бимбаевич Батуевты Угуктына.
Кудыта хамбалама, кудыта ламвайнар бургульшит эльштут. Хайыр жылы саатты има эндіпті соғларат бақыдыры хылы хаздита. Юнгашин уйынты, юнгашин тіндікті зонгашытты. Итхылы хамбада байлыға харулжу бақылыш. Мы 2 года назад говорили, какие вы счастливые люди. Вам единственным из тысяч, десятков тысяч, миллионов удостоилось счастье сделать подношение Хамбаламе и Тегиму. Но мне думается, участникам этого года, участникам этого фестиваля нужно помнить, что инежilне бағалы илғауы ехыл тимдікті жылуы. Юм бұл үкіді мұны Хамбалама қылыва армон қойар нағы құрығын ұшбут. Мұны еткіленге Хамбаты әділі, когда он вернулся в материальный мир, вместе с нами выросло целое поколение. Хайыртер ғыда хайырзун тавенділі сатты саған қан один шарны толғайлықша пандида Хамбалама би олы бұғыжа токтауыға. 250 лет назад императрица Российской Федерации установила, что институт пандида Хамбалам. И вот на протяжении 250 лет это люди, возглавляющие государственную религию, верой и правдой служат интересам государства. Горватте тымдыгнин гыхыда ины жилемне хендер с Днем России, а для тымдыгдыжвен. Вот это совпадение, мне кажется, тоже оно не случайно. Один из наших основных государственных праздников российского государства совпадает с сегодняшним нашим фестивалем. И Хамбалама Нодера Москва Габоугашабде. Единственный человек, который представлял Бурятию, буддийский мир на этом большом государственном празднике. И сегодня мы будем по праву завидовать людям искусства, участвующим в этом великом празднике. Мы в течение года Хамбаламе приходим с горестными просьбами, проблемами. Но единственный день сегодня, когда мы ему говорим спасибо, и мы ему благодарим, и участники и лауреаты этого фестиваля, вы действительно счастливые люди. С праздником! Проведение конкурсов на выявление лучших творческих работ и произведений, творческих подношений 12-му пандида Хамбаламе Дашедорже Тегелову добавляет краски в культурную мозаику страны, способствует формированию современных форм народного творчества и профессионального искусства, направлено на развитие толерантности между представителями разных национальностей и религий. И особенно радостно, что в фестивальной программе принимают участие дети. Мы начинаем церемонию награждения конкурса детских рисунков «Цвет буддийской веры». В нашем конкурсе приняли участие дети от 4 до 10 лет. Из 159 работ было отобрано 31. Ребятами были представлены работы на темы буддийской культуры. Дом, в котором я живу, сказки и предания нашей долины, наши игры и мечты, моя дорога к храму и дар сердца. Итак, мы начинаем церемонию награждения конкурса детских рисунков «Свет буддийской веры». Для начала специальный приз Аяне Базаржаповой вручает председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Батуев Цидинджаб Бимбаевич. Третье место в нашем конкурсе заняла Даша Курас. Награду Даше вручает
председатель Комитета Народного Курала Республики Бурятия Цидынжап Бимбаевич Батуев. Приз за второе место вручает заместитель председателя правительства Республики Бурятия по социальному развитию Владимир Эдуардович Матханов. Награждается Александра Циринджапова. И победительницей конкурса детских рисунков «Свет буддийской веры» стала Ариана Жаргалова. Заслуженную награду вручает глава буддийской традиционной санки России Хамбалама Дамба Аюшеев. Дорогие друзья, аплодисментами еще раз поприветствуем победителей конкурса детских рисунков «Свет буддийской веры». Учёте орлогла хоготне, хаятимне еретин эрхете. Энгиржа ондилгот хоготте, эртемажло орел хабде. Ну а теперь, дорогие друзья, поприветствуем ансамбль бурятских народных инструментов детской школы искусств номер 7. Арыдемне оюң біліктің, арвың үрдіне тұлолжы, үтігілі хамбыды ургыло барыны. Үтігіжі, білігенге халвырхың тұлоды.
участников фестиваля в номинациях. Конкурс «Поэтический турнир». Елена Цыбекжапова. Алтын омайсо бүрілдіжі, құм бұйы бұйыл жібәқдің, егін саған үлхім бұлғы, аршам бұлжа шыдылы білі. Уғанға ойын ұтқысо заягдыжа, құбым бұлжы тұрхыдың, орындошы талын шыбыл, мақтал ұрғыжа, хангюрда білі. Боса газырта балшыр хорхын нахнин күнгіро. Будын шыжында алыбы хенин, бурят зондо бұқтебеға. Бурхым балот мұно бұғынин, ойысағы гүші балол. Гүмуханы, гүмзігіді шуңғыжа, ойым бейге құрсыт қықыдың, гүрілді әл шәрен арын надыжа, қарығы замын задық біле. Хунзаны золын болыша, гіген тарняра адислахадын, хусыды шигері сулыдыл бадырша, айым бәділ тоқтыдық біле. Нарын, хара, одымышы зүпшіжа, бүйге дәжа, хыбунде білгіле. Номинділ хәсісік напшадыл гіже, хоныр сәжа, ұрыды ұшығы. Будын шашыны кеген намуды ешудылжа, бұжым ұртынға орында, бұрхым балыжа текірехін, ұндыр тұрылтын үчігеліп бақшыда, моргаме, о мани бадымехум, о мани бадымехум, о мани бадымехум, кеген тұрылты үчігеліп бақшыда, Мургаме. Халун альгаташылығы Елена Цыбекжапова. Тунхне эмок. Номинация «Лучшее поэтическое произведение на русском языке». Мы приглашаем поэтессу, преподавателя, автора журнала «Орион», город Иркутск, Надежду Кирилловну Ярыгину. Спасибо большое, я очень счастлива. Я полюбила всем сердцем Бурятию. И когда напишу стихи, достойные того, чтобы здесь читать, я обязательно прочту. И обязательно на бурятском языке. Пока у меня такого стихотворения нет. Но есть возможность и желание быть лучше и сочинять лучше и лучше. Спасибо. Дорогие друзья, мы начинаем выступление в номинации «Лучшая песня. Профессиональные композиторы». Лауреатом второй степени нашего фестиваля стала композитор Лариса Санжиева. Слова Светланы Нестеровой. Песня «На земле Итигалова». Исполняют студенты Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств Алдыр Батуев, Мария Халхоева, Далгар Янжимаева. Концертмейстер Лариса Санжиева.
Итигілі хамбаламында Зарыл жығышықтығын шыны дом зыдылба. Ирким күнді түнікіт, әлігі тышылғара байыр көргія. В номинации «Лучшая пьеса для национальных инструментов» конкурса на создание новых музыкальных произведений лауреатом второй степени признан композитор Александр Русанов. Пьеса для маринхура и фортепиано «Прелюдия». Исполняют Дамир Найданов, Александр Русанов. Морин хор болың тугылдыр хордары итигілі хамбаламда шыжиты хэхын көкшім зарелахын көкшім жытта байыр көргія. Харин мұны маны тәзіндері Забайкалин кезары ағын тәрі көршігірхін арады амын закелы голымты ансамблин гүшот ғархын.
ағиындасыны мақтал. Саған да санин, аруың тауың қанжырты, алғың тауың қанжырын, атылмар пылдың шунты. Шабаре думдаха шалғырхам, шежір алтын қанжырты, шажане думдаха мұндылхам, шакжам яңғын шалин арты, оғыне дундахам шалғырхам, урғамал алтын қанжырты, удаме дундахам мұндылхам, олың яңғын шалин арты, ария балың адисты, аян астың шереті, амарлеңгің хэхэн зарлікті, баруң орыны деважынты, бандида хамбың ұршы сылты, баншың багдың сұндынты, оғлу бұрыды оғыл заты, ұншылғың нәмін ғадық баты, шымыге нәмін хил орты, ұшың хайар бақанаты, бақана бұре бандапты, балаң жансың шымыкты, мұрынхың ағын қаймарта, мұнсығырхың толғын әбірті, Мурга жыл намын шылхың да сонны, мүңкіхің жансырың сәхіл сынты. Нам жақың ағын қаймарта, намтың толғың әбірті, намын шылат мургіхің да сонны, нәшің жансырың сәхіл сынты. Тахайхың ағын қаймарта, табархың талғын әбірті, тәтті жыл намын шылхың да сонны, тадахың жансырың сәхіл сынты, дәбат шолың дабжанты, далың саған бақанаты, ғұрвың ехі удыты, батырың ғұрвың Толғеті, долың нұры барылты, Урдахан хұржы мұрғы қыдымне, Унғық шерің қорылты, Ханла хұргыжы мұрғы қыдымне, Санет шерің қорылты, Харажыл ашыжы мұрғы қыдымне, Хамбың ехі қорылты, Нютак бұқында, Этегілі хамбың, Нанген нұрыдың хоғыдына. Наманшылаң мұрғыжа, Сетхіл ұқаға сыбырлына, Орелын әхін, Тұрғын сақта тұрғында, Оршылың юқтан сың, Нанген агеста хұртығында, Халима дұрын омығыр қол, Сәжіде қадағыл навди, Этегілі хамбың, Харул ғырда ғұғыдан абди. Ом агуру, шаса дара демам суха, Ом агуру, шаса дара демам суха, Ом агуру, шаса дара демам суха. Мұнағарғын үңгіжуәхін мағын жылды бұғыды зон. Ақтың ұғылда табил ұғылжа, Айнай ханинар бол яғылда, Зайын наваға не
уже зоне хана татая холна заяннава нихилу уже зоне хана татая холна. Аяр холың ағаны тыға әлшітіне. Арвың қойырте бандейді қамалама дашы доржай тегеліві ундырнырыды. Үрдінеті мұңқы байыды байыра құрғывы. А сейчас в номинации «Исполнители урелов благопожеланий» в конкурсе малых форм устной поэзии «Бурят» лауреатом второй степени признана Валентина Лайжитовна Бальжурова, Закаменский район, село Янгарбой. Ихті орда сагаха бурят зомне, ғансы сосыл ғал балхуги, ғансы күн әл балхуги күксідік. Жеміхе, нарынны үртіді, нағыны залуды, басқы күбуді, гүр болып олғыжа, әміндің ғырғыдық байға. Күбуне кірті, хорим күжі, түрі болғыжа, найырладық. Хүндіті хода ғиныр, түрі бұтелсі жібайхын ақы дөнір. Басқыя, бұлықтың қадамдың көргіжі ерхін бітінір. Күбуге әл болғыжа, хорығы үргіткір жібайхын таныр. Қойыр ханықы үріе, хиттин нахар халбажа, гыр бол балгажа, халимы дурын харим, нахимы илтин туры кыжы байқыда, хучылдыжа, зуалдыжа хоқыда, урел угыйы кылыжа, нағыннен ябыдыл урекімне. Мұнодыр, ені дүмбірілті хең басқы күбін қайырны, гыр бол балыжа, болымты те болыба, залухын ел балыжа, зағылте болыба. Үптіне үптіршуги, дорынтыне дондыршуги бек. Мұңкі хеқын жарғыл етліжа, татаға таршуги, матаға хоғыршуги, нағыне нүкіт балыжыл. Үлір үнкі ходылте, үлбік дұрым байдылте, үргін түнің қолымтыте, әл балыжа оқты. Басығына қадымда мардықыда қайыр көне, талғын елілжа, отана те, одан жарғылте хоқайын, ары кепкірейін бұлдыжа оғыдық. Арыз алған екі нарың нанген байдық. Hayır uçbudemne jarğıl endihe ekildi. Arız ağaca dörge basfı kıbınde heğin örelnudi kıldı. Borxana orda zolute, boltu zonda kundukte, tüpkür sağan egehi derimne, tükşi heğin jargaret, urgın sağan egehi derimne, Urite balıja jargaret, Hunjulur durun kubu basgıte, Hara durun adom alte, Unır hajar jargaret. Urgın arız ağaja, Undırdır tekbabda, Horigın es sağan nahar, Hunjul ayıcı tekbabda, Dolgin sağan nahar, Debitkir kıcı tekbabda. Хамтыржа зағын ұрын сонны, хобеті, заяты өрінір түріжа, хамық зону құдыржы бәк. Соғылыржы зағын ұрын сонны, солыты, суыты, өрінір түрігілі. Харимыр басқыя көркіді күшіктен көргіді. Басқыны күшіксі қанины мәқін, саған еден, сәй, Мұңгын күкімай бітібайдық, күшік тұшағыдан. Қанынымны мәқін қорғыз ұзаң, тұлғымны мәқін тұз ұзаң, алты мұңгөр біреті, абы қызың күмбі. Күшік тұшақ абад. Құн саған қанеттіні, қатары дұрым болып,
Ханшар саған қанеттіне қара-қара дұрым балық. Қанеттіне икерлі жа, қажыртыне зузан балық. Ашығы ерғын алты мұңғынтіне аптыры дұры жа, әл болғын өрек оғытіне гүрер дұрын жарғық. Басығын қадымда ұшқыда аптырсығы айғы шаныға, мадың холғы, білмір, тесік үкімітен оғын емабадыштық. Иден әзілінут, сыған иден бедік. Так тошағыдан, так табеура хиртулынги, шыл мұнғы ибдінги, хабығын мұнғы қағанги, табихын юмимне талар қайынги, Угыхын демемне одын татыжа, арығын әлчінея көнділжа, ғарығын әлчінея удышыжа, ғал қолым тең ізім балыжа, ханшық саған көкшің, хақыл саған обығын балыжа жарғары. Басығында бұлығы барықыда үрел қылдық. Орын добыда гіре барыжа, ожым талыда мала ұткыжа, үрсті бағыжа, ары ұнтыжа. Тұрыр бұқы басқыты, толы күндігі хүбуты балыжа. Қоғың мадың сіргейтіне, хүліге ұнығын ілежі бәйік. Күнділін табиғын бағейтіне, хүне өрінір үлежі бәйік. Гүрертне дұрын гүріл бадыржа, алғартне дұрын ажыл бадыржа, алтын бағитне, алқын ұржа, айғы сайытне, амсын ожа, әлзантне, қадыда ябыжы бәйік. Басығында орел захия қылыдық. Қадымай қалың ғазырта күндіте яваре, Эхизгенге захя, эптінге қадада ханıжы яваре. Элігі зүркінен етчігіл нәдібірия, элі бәнділ залғыныр харылжы хоғаре. Нүкіді ханы бұл нөктақта әлшіларе, тұрылнуде ханы бұл тонтыда әлшілжі байғаре. Хүрігін күбінде захя өредік. Арығын құрығындары үргіғын үрейімне асырат, айты зайдар абыжы ябаре. Хайыр ғарды үргіғын үрейімне асырат, харыңқи хоне қашыңги, шикші құрғара заңги, ши бегінги, бейбе ғамныжа, күнділжа, күлежі ябаре те. Ежім бір қабасығыя, әлігіндері бұмелжа, әлі тіренге аршылжа, иптен ар хоғарықте. Құданырта захия қылдық. Басығымне бірі басыңғыл түгел басығым болғы жабытта. Арабым құрғындері ұрғым басығын емне, харин жылда харымы дәрі түнжейін басығын емне. Мойын дарад, хейін үргод, мартейін хан олжа, онтан наран хүргежа, өрен ұры болғын апқайтына қойныпты. Мордықыда алтын құтығы залы әлі ғалы қолымда да төленіміжа емі үрел қылдық. Залыр шүгей залетте, онтыр шүгей онетте, алым занет онда тек шәхеқін әл болжа хоқты. Валентина Лайжитовна Бальжурова. Mane batır
Арыжы ұрғахан, шылы ұндыры шымық, шылбыты арсымодың. Ары ұндыры шымық, арсы арюмодың. Будың шашынты зоң, бұйе сыбырлың арюлдық. Бұзыр бұлеға халышы, бұсыда оролуы түхірюлдық. Алхат гарықы горқын хо, ахым екие аваны. Арват болнуп орышы, аляр ургым болыны. Үні хеқынды дейінне, үзлің хухы будылды. Мұңғы сағын дулыды, бұрин қан қайырқымды. Бұзыр бұлы мұрты шулые, бұсыда арулың өйті көрілдік. Бұлты заныңғы жарғылые, бұрин бұттын орса хедік. Түкші байын заяшынны, ұндыр екі солоро. Улыт зони еге холхан, улудуды ізін болохон. Уйыңғылың дұрдымыр домыкте, бұрин хан, хер хумнен. Үңгір газырын үзілхен, үлшір бұсыдың тоқтохон. Уйғыр күліте, урсы гірте, уйшың забите, орысыған алтын, саны құлте, бірді қытте, хорғын дігілте, мұрғын тұрғыр, қармығы шадылте, қойыт ұқсақын жарғылте. Арбың ғұрбың ешіте, ақы байың дедімне үзіт. Бұрин хан, мұң қыстағын, хорен ғұрбың хорё, дүшін дұрмың бұқсау. Шубыге толғы шурдық, нойым бавен. Хасыл хый жамбыл хый езілген, нойың зүркін. Сархың саған бәсі езілген, нойың улы. Сынсым екие езілген, күрін тулы хобелғыте. Күкізари күрікшін, қара хардық, қатым болдық. Оптен улан улы тамғытым. Гансың нарғыя, сілгіде абахан, турық шулуң. Сорғы екие ізілген, саған нүрігің. Жақнағы екие ізілген, құрын тулы хобелғыте. Ринчин хумбы, хатын қойыр. Моңғылы жың дедіді бұған, ноң дәрі үхін. Сайкер бәсіді будылды, саған дәрі үхін. Ноғың далын дүндіхін, номин шулуң үрдіні. Налғы хеқын занты, ноғың дәрі үхін. Саған далын дүндіхін, сайкер шулуң үрдіні. Саған хеқын занты, саған дәрі үхін. Ұндыр шулуң күботы, улығы солот үнжіхін. Уныр байың дедін ғамақталығы, оның зүркін хоң зорюнып. Турығын дедін ғамақталығы, турың данып дадам шулнып. Амгалана Гармаева, ахың әмік. Хылыхын уғымне, хызеде мұңқы болышы, зуғажы орхихомне, зулы маты бұдыржы, хылыжы орхихомне, хылыр барлықдың бұтегдіжі, ағу хеқым бурядым
шиипте. Лауреатом второй степени конкурса традиционного бурятского костюма стала коллекция национальной одежды шеныкенских бурят «Сарул Тала», модельер Долгоржок Цибеновна Дамбиева, город Улан-Удэ. Встречаем! Орлик койхын бурят хопсығымне, Орин нарлигара соте, Оларилы күйтінді тохирхын, Орын доланара батылғыте. Алтын нарыны сасырғыя, оре дерез алыжа, арвынығын сығын, арюхын қарғыйы дұрсылығын, әйхіп тұрзы кетхін, малғайымны. Горвың ұңгор бұтожа, горвын ғырхын әңгірне, горвың мозаянға, ғол-ғолың зә солғын ұтқыты. Хормай тарихын күбонин, ғазыр үгіте қолвой үткін. Алығылың ойығдығын татағы тожынин, арғы біліге Заншылы харолу. Шынықен бурядуде, үндігін қопсаны ұзыз қылын, Сарул Тала. Бұхын зозаң архар, бүкілжі оллығын бурят ғотыл, Бақшалмыз Боронum tüniya, boşuğun olca elgıdık damıqta. Коллекция традиционной одежды шеныкенских бурят Сарул Тала. Модельер Долгоржок Дамбиева. Он жылы толқыда, онсы бұқоро алдырте, одымшы бурят сойылны, уйын уйыда
хук жылдыте. На сцену приглашается Вера Лобсаннимаевна Аюшеева. Здравствуйте, уважаемые земляки! Я прочитаю небольшой отрывок из моего эссе. Хытын хытыда амеды. Арбон койдыша бандиты хамбалама ташыдыр житегелов, менгін әмінзун табин койронда, орыңғын қолы улзыды бөнітікті тұрғын жұмғыжа наптыр сон байдық. Суне зорған сігінзің баяғылдырын қоятызыға нұжы ерін жүм. Енімін оны еболыға, орынға, қорымшы, қарағына, жарығылынты, зағасытай етігіт. Бе ора жарығылынты етікті тұрығын бе. Ұлшын өйді негіс жоғайзым баяғы кеші көптегі бадыл зұрқы сычқы сомне тұрыны. Ені зорған оғай тәйшанауды соғылан дәрі, Томскі засықлықшы Федор Головин, менгі зорған зұңнайын юғыңанды қылсе батылан жүм. Еті зоң Россия көріне келі қара олқығыжа нұжы ерім байына. Зарим құбудың қасық сырықшыд болба, нүгі өзірменен ламы санартың. Түргін сыға қойша, зоң далат жыл ұңғырот байқыда, сылыңген бұрядыда салты құбын дашыдыр жетегеліп, яңға ажындасыне бірқылымынырай тоғдырыжа, арытсамда иқы құндыте құнуде нүгін болған жүм. Ана суғылдасын ұты тұрушер, иқы ғырғулы қарам байына. Менгі үйінзуын дұрбыңында, яңға ажындасыне жүретер ғыңғақта. Мені баға епқыда, яңға ажын әдасың ғың ұғынут, да сомне хуқшың шынгер долдыды ғың. Мане құршы құқшың нанжыт кәте, яңға ажындасын дейкі соғытайлама, дашыдыр жетегелі бейім ғыңғыжа, көрші ғоқшы біле. Менгі үйінзуын арғындығын хау, менгі үйінзуын арғындылығын болдыр, дашыдыр жетегеліп, тамчиындасында арғын қойдыше бандиді қамбалама, болот арғы қойыға ажыл я болғын байдық. Россия көріне зунчи берен губернаторезі ғо, орден медаля шағнықдан жүм. Оры Жапон дәне өйді 6 мыңғы сұғылдық, имшыламынра фронт илгедік бұлай. Име бұны тұға жорғы жиқын амбышең. Менгі үнзің арғындылы, менгі үнзің қорындылығын ұтты, меңлі юрин ламар яба. Менгі үнзің қорындылығында далын табыңнағында бұрқынайнын бұтеқі ехуға, ғорғы бұсқы көйбгіжі мүдіжі байға. Менгі үнзің бұшатан ұдай қамылғын со, әмеде мінді ұлқы көйбайғалда. Ямар олыңламын ұрқы сұрақ ешіп, борядырыны игелірдімте бірқы құбу дебім байдық. Менешін ақсы бабай, зағыстандасын әламы баян, лопсыны майышшайып, менгі үнзің бұшындылығында ұден тұрмыда алулаң, би мұны нөріңні бұлжы ебініп. Қойыр менгі қойырына сентябрин арбында, қорын дұрбыт си қамбылымы дамбай шайып тұруты, итегеліп қамбая ибылғынға дасында асарған жүм. Далын табын жылай қоғытса собайын, ұнойкіл қыбайры байжы, бұхидыл қайы қайқула бұлай. Тірігін сағаға қойша, арғын қойыр жыл ұңғыршыбы. Бұхизын жылда нәмідікін қамбылым итегеліфте шүтіжі, олды қарғыттай бәдік. Беші олы декін ұшығын байынып. Майын арғын дұрбынды қыжынға арғын дұрбын күндержі, итегіл қамбыты я олзат, дасын дамыр көті шопке. Олзылғын олды мінеті со, нарын қарандыл болжы, тенюң, күнгің боло, шадыл түнқияр ұла. Қамбылымын үрдіні мүнкі бұя, үні ділхен едешіге, үрдімді чынжыл бәдік байым байға. Хоринтше, хори негітіші зон жылын ұтты. Арбын қойдышы бандиті қамбылымы тегеліфте негуйда ажы ғуға, орыйыны қарығы, мұрғығы, туабығы талантай бұжанғыда, да сом иқы жарғыл, алмұғарқыл тұрыны әнді. Лобсаннимаевна Аюшеева Даваир Хургая. А сейчас, дорогие друзья, я приглашаю на сцену народного артиста Республики Бурятия, заслуженного работника культуры Российской Федерации Гунзына Рубацареновича Гунзынова. В его исполнении прозвучит эссе, признанное лауреатом нашего фестиваля, автор эссе Валерий Манзаракшевич Сыдеев. Сэмбэ на хунда тэлшат,
Арван хайылдығыр банжада хамбалама ташы даржы ичігелікті зарылдың хәндірір табығдына амаршалы е! Ары тымынды дашына босыжы абарыжы ашылжы баяғындан байыртепті. Хамбалама ташы даржы ичігелігі дашына ары занда босыжы ерігін ұшыр бұхы ділкен занийы ғайқалығын занда. Теренді мұргыжы, ойың абақыя, хамы кірген ұрақшыте баяқын тоны, абарыл үрікіе ха-хануге ерігін зан мұнош күртірі ерігін занда қайым. Мұны баға Россия президент Владимир Путин, теріне ұрды көріні тұлылыявың Дмитрий Медведев, ажылай кіргері маны ұрын әшілші еркеті егел тұрын залыға ичігілі қамбада арыжы мұргітік бәйін қайым. Владимир Путин соғябағын адашытары теренді мұргіжі қарат, дашын хорығы, дашына қансара, ичігілі қамбата оғылсая арығын бәйін тұқай таныт қоды олығын мүтіне қайымтыда. Хайыр мәңгі дұрығын аны сенчаврен арығын әмінді Россия шашыны қовез аяғында арығы өйкеті мүрілті өйлі барыл керік болығын бәйіні. Жекеті Россия бұттен шашыны әзаншылты саңға, бұхы хүзіктің ұры, сұқ қамты, Россия көрінден тұр банжеті қамбаламлары тошар байғылға тоқайым. Хайырдaki Екатерина императрицей зайкерылтын аптары, хайыр зонды шын жылы әң мүргін өттемдігілден бәйінім. Екі қырылая орда Эрен орвың надың шілейхің байыр ехалалай аршанды үңгіріктің надын одан әлтен өйді, арығы өй олың зоң соғларың бәға. Дәрі өйді далын тамын келграмы бейін шегін өреді, ерім барылды ашыт хүсіз шатла ұзылсың бәйіні. Тетіне донды бұттен шажынды хүзігілдік Россин осы дарын өте соғыты барылды ашыт қабатылсың бәйіні. Бе өрі ордан құрақшатайынға барылданы кебіз дәрі қарқатын хеті ханаға заватығым. Харин Энуда хана бодылны томынам ғарынжы түкшірінші бәға. Мені хорақшы бігуге аспирант Михаил Дандиев наямын бұқышылығы ташымын татыжы нөрғейін шарайты олың тұрушын хорезілжі дасына мұрысынан дәрі тұрушынке шаң балығыжы тәбіктің жүгілі машинды көрттің. Теридары нютағаршетін теренді алары өйілдің ержі мұрысыны апырғайы ақтарға өтін хетін дәкен шеде білі. Ямырғай үзікділ өйлі кіргі болағында онаға онат, дүкірі қорош шыққетін ғайы бәғалда. Ені қата суыты барғашыны барылданы құрғолың әндірбейім. Одан хүнді мантың тамы бейшөлі дұнды толылдан ішілші. Үйер күнгінші барылдашыт, өдіне дүкірік сарылсывым. Мені нүгөді шабымнен. Залу шолайдымда Рысинчілден атты мүнгін метал күрттің бұқы Олег Болынев далың күніне арыда үлежі. Оры қарың қайды, машиныныңды, фонарыныңды кірілді, қамбылымыңғыр машинын күлчір абабылы. Егіжі түгінен қалайын бұқы, мені шабы, күдің шамбай, Қапшыға көбудей бұдырылжы нүкіт көбуденгі алын занезігі мақтал қайырды күрттіғын. Намайшы, қайыр шабынырemне елілті төлің ұшарар алын зан чекіді амыршылаң. Ямар жарғылты, бойынты, сақ чекіді намды бәға бұлы. Теруиді итігілі қамбензігі намды арығығы екі темдік бәға күжі мұныш күрттірі толды күлі. Әнді. Дорогие друзья, поздравим лауреата конкурса эссе Валерия Мазракшея Сидеева, а также спасибо Гунзын Нарбатыреновичу Гунзынову. Мы начинаем выступление в номинации «Сольные исполнители» музыкального конкурса исполнителей на традиционных бурятских инструментах. На сцену приглашается учащаяся детской школы искусств имени Бауемпилова при колледже искусств имени Петра Чайковского. Сылмык Батумункуева. Руководитель Валентина Намдыкова.
Ваши аплодисменты. А сейчас для вас выступит лауреат второй степени в номинации «Ансамбль традиционных бурятских инструментов». Встречайте, ансамбль лимбистов и тегисток детской школы искусства номер 7 города Улан-Удэ. Руководитель Виктория Михайловна Ринчинова. Встречаем.
ансамбль лимбистов и тегисток детской школы искусств номер 7 города Улан-Удэ. Мы начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов второго международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение 10 драгоценностей». Для вручения мы приглашаем Дидхамбаламу традиционной санхи России Дагбаламу, министра культуры Республики Бурятия Тимура Гамбажаповича Цыбикова. Мы приглашаем жюри конкурсов, жюри поэтического турнира и эссе «Феномен Итигелова» в составе члена Союза писателей Российской Федерации, председателя жюри, члена Всемирного пен-клуба Амарсаны Дандаковича Улзытуева. Приглашаем жюри конкурса модельеров «Бурятский национальный костюм», председателя жюри Светлану Бальжинимаевну Самбуеву, кандидата исторических наук, доцента Бурятского государственного университета. Приглашаем председателя жюри конкурса на создание музыкальных произведений Гамбо Раднаева, представителя бурятской традиционной санхи России. Также заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия, музыковеда, члена Союза композиторов России Надежду Цыденовну Цыбудееву. Приглашаем жюри конкурса малых форм устной поэзии «Бурят» в лице председателя жюри Валентины Дугаровны Патаевой. Итак, награждается Елена Цыбикжапова, Тункинский район. Елена Гончиковна признана лауреатом второй степени конкурса стихотворений «Урыншулык бурят хылындера». Награду вручает член Всемирного пен-клуба, председатель жюри Амарсана Дандакович Улзытуев. Арвын үрдінен үргілгіхін, қойырдыкі олыс хорындың сойлы екінатны, қойырдыкі шатың дипломор, орын шулықшы дәмірі сонды шалғырхын, Надежда Ерігина, орын шулық орыт қылындәрігіхін шығылылды шағнықдына. Награду вручает министр культуры Республики Бурятия Тимур Гамбажапович Цыбиков. Көкжімнер ұлықшы дәмірі сонды шалғырхын, Лариса Санжиевада, қойырдыке шатың диплом ғардолықдына. Көкжімнер ұлықшы дәмірі сонды шалғырхын, Светлана Нестеровада, мұңлы қойырдыке шатың диплом баролықдына. Арвын үрдінен үргілгіхін қойырдыке олыс хорындың сойлы екін адны. Награду вручает Дидхамбалама Дагбалама. Көкжім нәйролықшыды Мурисонды шалғырығын. Алдыр Батуев, Мария Халхонова, Долғыр Янжымаевада қойырдыке шатың диплом баролықдына. Награду вручает член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Надежда Цыденовна Цыбудеева. Арвын үрдінен үргілгіхін қойырдыки ұлыс хорындың сойлы екі адны. Көкжім нәйролықшы дәмірі сонды шалғырғын. Мұңлы қойырдыки шатың дипломды көртің. Александр Русановыя күндітін үкіт алығы ташылғара амыршылия.
Мұңлы қойырдaki шатың диплом Дамир Найданов таварелықдана. Күндітін үкіт етігілі қамбыламыды зарелықдыжы бұшығдығын Захиал нодия ina нейролжа мундулулхан ina захиал шатта хукжум нейролхан зонда алыгы ташылыгара дахин байыр кургия. Награждается дипломом второй степени второго международного фестиваля подношения 10 драгоценностей Александр Русанов. Поряд арады бағы кімшені аманзакелор Мурисонды шалғырғын Валентина Бальжуровады Захамина әмік. Амаршылғын үгінуді алығы ташылғыя Зарелия. Награду вручает Валентина Дугаровна Патаева. Поряд арады бағы кімшені аманзакелор Мурисонды шалғырғын Мақталғын шығлылар Ахын әмігі Амғылың Гармаевта алығы ташылғара байыр көргія. Награду также вручает председатель жюри Валентина Патаева. Ағын әмігі қолымты шолғында Юралғын номинацияда қойырдыки шатың диплом бар олықдана. Бақшыға зорикшылғын заншылты борят хупсан әмірі сонда. Қойырдыки шатың дипломор Долғыр жап Дамбиева Шагнагдана. Награду вручает министр культуры Республики Бурятия Тимур Гамбажапович Цыбиков. Итигеловы шидеті ұзықдылғын. Бағынекім жені Захиал тұршылғын удар мұри сонды шалғырғын. Хышынгын әмғетул олықшы Вера Аюшаевада алығы ташылғара амыршылғыя күргія. Награду вручает председатель жюри, член Союза писателей Российской Федерации Амыр Санат Андакович Улзытуев. Итигеловы шидеті ұзықдылғын. Бағынекім жені Захиал тұршылғын удар мұри сонды шалғырғын Валерий Сыдеевті. Қойырдыки шатың диплом бар олықдана. Награду вручает Дитхан Балама Дагба Лама. Поряд арады заншылты көкшімезім сүгіттерін атылғар Мурисонды шалғарғын. Лимбың ятығың шолғын. Көгіде орлалы далаттығыр қолы олаң ұдықыта. Күтіл бірілікші Валентина Ринчинова қойырдыки шатың дипломда күрттіна. Награду вручает министр культуры Республики Бурятия Тимур Гамбажапович Цыбиков. Поряд арады заншылты көкшімезім сүгіттерін атылғар Мурисонды шалғарғын. Сылмық Батамункуевада. Чайковский нырымжата орлалы дондымырғы жылы ғырғолен діргітте. Бау емпиловы нырымжата көгіде орлалы ғырғолен ғырықша олаңуда. Күтіл бірілікшін Валентина Намдыкова. И вновь награду вручает министр культуры Республики Бурятия Тимур Гамбажапович Цыбиков. Күндітін үкіт. Арват ғарын жылы тұршыда. Күн тұрылтыния ғайқол жывайхын итігілі қамбыламыда ұрын қорса ғорғая тұршыда. Алтын ғарара закяхын инхайхын бұтелнудия мұндылулхын закялшытта дакин алғы ташылғара байыр көргія. Ундыр турылты этигілі хамбын гүген гірілтінірия. Ундыр дәрі саныч, соғылыржы таалың нүкітті, сән цәхіне хүсот. Амитын зоне тосын толыда, ами бүйе зарелсын ундыр турылты хамбатыны алдыр ныры, алдыр сала алтындыл кәде ұрдыл гырч. Амитын бұғыдың арион цәхін сұлдың балық гыжа. Индары жүрсің бұхи таныр әніріз, юрол тавеніпте. Мы приглашаем
приглашаем коллективы Республиканского центра народного творчества. Мактал. На сцене народный фольклорный ансамбль «Урял». Руководитель Аюша Ринчинов. На сцене образцовый ансамбль народного танца «Бульжамур», руководитель, заслуженный работник культуры России, Бурятии, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» Людмила Овчинникова.
болен эйтир хумут басқытты халон алысышылғар ұтышые. Мұна таязымдер Расин арды артист Хажытма Айржнаева, Анатолий Андреев, Гонга Чеметов, Захядон.
Хажатма Айржунаева, Буряты Арады артист, Расим Гавият артист, Хажатма Выжмаева Айржунаева. Мұна тәзіндері әртінен намысылмай орынапты. Шынықай нетіғамына құбыт басқыт, үні тігілі үргілді, ходы қываты сыжып өтік. Мұны Бурят арты тоң, нетіғіне. Насылмавры! На сцене ансамбль народного танца «Лотос». Руководители, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России», заслуженный работник культуры России Бурятии Татьяна Вампилова и Аюна
второй международный фестиваль духовной и материальной культуры, посвященный 12-му Пандита Хамбалами Дашидорже Этикилову, представляет концертную программу колледжа искусств имени Чайковского. На сцену приглашается студентка 3-го курса Рита Жапова, Толендом, преподаватель Мохусова. Попурри на тему бурят-монгольских инструментов исполняет обладатель диплома 4-й степени 13-х молодежных дельфийских игр России в городе Волгоград, студент 4-го курса Еши Дармахеев. Класс преподавателя, лауреата международного конкурса исполнителей на народных инструментах Галсана Ашорова.
Ваши аплодисменты. Еши Дармахеев. На сцене студент 3-го курса вокального отделения Дугар Бадмажапов. Класс преподавателя, заслуженного работника культуры Вячеслава Елбаева. Кансахын Шамы. Слава Юндунова. Сахын шамы шертігіміті Гонқын қарат дохилзо Хуржу ирхиш зайша тотор Муш дешеленек шемегле Шаме танигнамете далтам ушет ялалзар хутлын ябхиш хажа шаутар холиренегете сесегле Сахын шамы танигнамете Гонқын қарат дохилзо Хуржу ирхиш зайша тотор Муш дешеленек шемегле Гонқын қарат дохилзо Хуржу ирхиш зайша тотор Муш дешеленек шемегле Муш дешеленек шемегле
преподавателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации Вячеслава Елбаева. Нарын Батыр, «Степная мелодия» исполняет преподаватель колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Виктория Ринчинова. Виктория Ринчинова. А сейчас на сцене образцовый ансамбль ятагистов «Айылга». Детская школа искусств номер 1 имени Илхасарана Линхавоина.
На сцену приглашается педагог дополнительного образования, член историко-родословного общества города Москва Саилма Батуевна Тарнуева. Агумане гыгым бакшин хамбалама дашы даржа этегелеве захя. Хорин гдехя зон жиле эхенда хори хетеделхен арат зон анхаракти хори хетеделхен урихуга уни холин дамгыя дорсан Дудая! Эхтин сагай тухия, эрхиметер мухрёлым, это гилов бакшин захая, эрдым ухан мадасыйын, эрхим хенар ханажа, эрхим хенар дургакты, арья бала уммани падмайхун, их болха зурган зылы, бухивехын амета, бағы балшыр наханха, борхым бакшин намын яхор, бүйі тамера, ухам бадало, бүре шаңғар құрсыдықты, арабын саған бойын кеші, атлетікші сахи жиыбықты, башық хемроты инсакта, борхым бакшыя стахи жиыбықты, арья бала уммани падмайхун. Батмалян хавын сысыгмата, бадыл ханан сычылды, бозаргуй арюн сыбыр ябакты, уммани падмайхун. Эны нахында хадуж абыкты, эны юртым сын, деді замболин, геген бакша, ошыр дарылам хайты, эны нахында залғыжы узыкты, уммани падмайхун. Баран алтын эфайнахо, эхеге алдажы неге шия бойывакты. Сетхыл бадала торилжа, ухылы харгыда бу арыкты. Хыр бые, эны юртым сыдылхе хахысы бұлшня. Хайрата уйтын нухы, эхи бұлшня. Харамтайға хаража улыхылда. Хырыглы жабығын үтзори бараншне, хындыш ехырбы, эны дылхеде улыхылда. Инехын хар ябадалар, неге шия егажа буявакты. Хыр огаха бакшынарне, бурхане хурган забаря, бады бехер захяга, ар ябала, уммани падмайхун. Эх бол хазурган зылы, бухы аметіне гышкыжы ябхан, улыгын эне юртым сын, хурган забаря мыде хада. Инехін бәйін саға хақыша, арабын саған бойың ыдлыжа, арыдызандо ұршоқты, арья бала уммани падмайхун. Арабын қойырдығы доғар, ағу мане шыдеті бақша, пандида хамбанама дашыдаржы етігілі, геген арюн дұрсыру, іні бәйін зәкяға, арытызанда уршого, арьявала уммани падмайхун. Сейчас выступает лауреат премии Хамбаламы Итигелова 2012 года, член Союза писателей России Елизавета Михайловна Бильтрикова. Спасибо. Хундата мане, ирхим хундата хамба, не товарищет, хундата эльшет. Так угодне и не гоиды брунты удрор, халунар амашлат хайхах михувсна. В самом деле мы очень счастливые люди, родившиеся, живущие здесь, на берегах Байкала, живущие рядом с Хамбой Тигеловым. Мы все очень счастливые люди, красивые и красивые душой. И я думаю, что счастливым людям чужды войны, споры, братоубийства.
Да будет на нашей земле, на нашей бурятской земле всегда мир и согласие между народами. В 2012 году я написала поэму, отрывок из которой хотела бы я сейчас почитать. Путь к истине Буддой указанный не каждый способен пройти. С законами кармы все связано, не просто прибежищ достичь. О жизни, что подвиг духовности, слагаю я песенный гимн, он будто вернулся из пропасти, им свято мы все дорожим. Он перерожденец Заяева, то первого Хамбаламы, бесценны все мысли и знания его. Мы ему поклоняемся мы, родившись печатью призвания. Он в детстве еще говорил, что знает о многом заранее и помнит, когда-то здесь жил. Не верили даже родители словам, что поедет в Тибет, чтоб речи его не обидели, кивали лишь «верим тебе». Так мало, что было известного о крае далеком тогда. Не скоро свершится чудесное, пройдут чередою года. Пока же он рос в испытаниях, враз умерли мать и отец, чтоб как-то добыть пропитание, пас в детстве хозяйских овец. Хозяйке однажды он выпалил: вот стану я Хамбаламой. Она же в ответ словно выстрелом: молчи, оборванец такой. Но время судья все расставила, предвидеть она не могла, железной рукою заставила к нему поклониться пришла. Покинул он родину отроком, при храмах учился и жил, тому, что тянуло, так отроду, всей верой и правдой служил. Прекрат не боялся он всяческих, в дацанах в учение вникал, в Тамчинском, Цугольском и Анинском буддизма чайру постигал, и деньги свои же сам жертвуя, дуганы в степи возводил. Пусть все, и живое, и мертвое, пребудет во благе, твердил. Сбылось его провидение, став пандитом Хамбаламой, всем людям благословение дарил, прикасаясь рукой. Был принят он в доме Романовых, молебен в их честь сотворил, ни в чем никогда не обманывал, ни в чем никогда не грешил. За помощь бойцам тяжко раненым на Первой войне мировой он к награде высокой был жалован, он к ордену Анны Святой. Но время настало вдруг лютая, и это предчувствовал он, что правда в кострище раздутая сожжет все, обрушится трон. Он как-то Агвану Доржиеву при встрече об этом сказал. Тот другу, его удивившему, вопросом своим отвечал: так значит, вы тоже уедете? Меня не успеет забрать, поверьте, и вы уцелеете. Вам нужно скорее уезжать. Не верилось в другу пророчества, не тронулся сочек тех мест, столкнулся духовным убожеством, сулившим печальную весть. Менялось и рушилось многое, добрались до гор и степей. Все вьюги, ветра волчиногие, в погоне за жертвой своей, до слуха вдруг ужас доносится, в Тамчинском дацане разбой. От гнева он птицею бросится, на помощь забыв про покой, и водой гусиного озера рассек, на коне проскакал, примчался с очами он грозными, разбойников взглядом прогнал. Бежали те прочь оглушенные, не веря в испуге глазам, ведь волны, места скверненные, смывая, неслись по пятам. Так знанием великой реальности, постигнув всю суть пустоты, отбросив простые случайности, явил он познание плоды. Завет тот Хамбо Аюшеевым исполнен достойно и в срок, и принято было решение, чтоб каждый прийти к нему мог, построить Хамбо и Тигелову обитель, красивейший храм. Теперь же он сам, а не тело его, спасение дарит всем нам. Когда-то кострищи раздутые погасли, почили вожди, а кто-то, став истинным Буддою, живет, открывая пути. Спасибо. А сейчас выступит наш лауреат в номинации «Лучшая песня». Встречайте, Лудуб Ачиров с песней «Танцующая с камнями». Встречаем! Танцующая на камне.
нежная, с болью сердечную. В танце вечном, всем взором открытая, проявилась ты солнцем подсвечена, как награда молитвой добытая. И волнующей, и загадочной воспевалась легендой чарующей. Уходила принцессой нерадостной, а вернулась ты в камни танцующий. Тебя силы жизни беру еще, чтоб не стать чьей-то тяжкой обузою. Снизошла ты потомство дарующий и влекущий восточную музою. Говорю с тобой искренним голосом, как с посланницей высшего разума. Ну а ты, распустившая волосы, пристаешь в камне каждому разная. Тишь звенящая, тенью летящая, подхватили тебя ветры горные. В камне стоящие созерцание не рукотворное. Тишь звенящая, тенью летящая, подхватили тебя ветры горные. У подножия в камне стоящие созерцание не рукотворное. У подножия в камне стоящее созерцание нерукотворное. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты награждается лауреат нашего фестиваля в номинации «Лучшая песня», самодеятельный композитор Лудоп Ачиров. Музыка и слова Александра Русанова, перевод на бурятский язык Ирины Немаевой. Песня «Хусыл». Исполняет народная артистка Республики Бурятия Белигма Ринчинова.
Дорогие друзья, бурными аплодисментами поприветствуем лауреатов нашего конкурса в номинации «Лучшая песня». Итак, награждается композитор Александр Русанов, автор перевода на бурятский язык Ирина Немаева и исполнительница Белигма Ринчинова. Награждение проводит председатель жюри конкурса Надежда Цыбудеева. Дахин-дахин халунар алгатышия. Композитор Тумат Эртине. Пьеса «Эзер Кара». Исполняет Тувинский фольклорный ансамбль «Хайракан». Руководитель Тумат Эртине. Şurun ne
Дорогие друзья, аплодисменты нашим гостям из Тувы, лауреатам фестиваля подношения 10 драгоценностей, фольклорный ансамбль «Хайракам», руководитель Тумат Эртине. На сцену приглашается ученик Кижингинской средней общеобразовательной школы Норба Гуруев. Аманы алды уряр, ашытың бойың, алдықты қайым күжі, аңқын саға, елін сұғот не қылсыдық бұлай. Му уғаманға ұнаған бүй, му қайымы қарғайзам хазай ұлжа, арик сывыр әр явы елнұқын. Барында, амғылың байдалай тұло, сәл бір ел бұлтыда. Хылыны дұрбың нүгілай көресо, хың-хым нәші, орынға ябыға, болтағай! Хурин улан зүркін сауғыр не бұлықтың. Хуне бәйі сауғыр, әрейін ұрды жабайдық. Улан шуғын, оғын бұшы. Улан шуға ұрат қолқы ябадыл. Уғындыл қедеріші, олсы иқамтар олғын. Орын сомнышы бұзықты хе. Бурят егошыны жылай ұқтықада. Бойын тәхін урел уго андылдың. Амырымынды ехылсы жызолғыя, амғылым байдылайтло залі барыя. Тахи жоғуғым бұрхында, тахилағай қынар үргіжі. Хамығыя қотып шыжы. Арымын қарын ұғылығы, алғысы жияп қытны болтығы. Уғылы бұрия нары ұқтажы. Уғылы бұрия бұрхында зәл баржы. Боде саған сетхіл-сетхіжі. Бойынты, хышыкты япхатны болтағы. Бұйы, хылың, сетхіл ғұрбыя. Бағақанға бәрі жоғыр әректі. Бұрхыны әні ғұрғалыя. Бұлтыда сәкежі ябаректі. Тінгірі бұрхытны, тін сол жыбай ғажын. Орын әтті тінгірі, орылды ғайетні мұдужын. Арывын саған бұйенейі әтліжі. Амитың зон жарғыл сыңғық. Мбоде сетхіл асытың ғай, бұрхын шажың дылғыр. Хуң шобуны абян замхың ғай, бұряды ғылды дігіжік. Бұряд араден үрқасырың ғай, бұрың үрхітегі мүділқы болтығы. Байғылдалы суға алдың ғай, бұрядыңға тұқ мантуылқы болтығы. Хуң зон зобылың ғай, Хукшылтың зам этлыха болтағы! На сцену приглашается лауреат конкурса малых форм устной поэзии «Бурят» Будзанаева Энгельсина Дашиевна, Баргузинский район, Янжымы Бурханы Мактал. Бегалин шыбығы барға жанаға, бұқышылың, ян жама бұрқын мұрғылты, беғыл дала түшілгәді, барқын ұндыртылғады, болығын зақата, байын қолығы, бұре ұнын шарадыңға, бұйын түкіргі бұта күйен, тұқыр байын дәдіңға, өлігір тұқы виндам жылқия, Хуржы ерімне үнілді. Янжымы бұрқынды бұрғығындан екі таланты, залы жарғылты, өлік үгідар олынбайдық. Тибі әбі, янжымы бұрқия мақтыжы, мақтал орығыбышым мәніп, бит ондамыны бейсіскіжі үгіғуда. Ондары шаза ден қой марады, улы Jama boraga,
Энгельсина Будзанаева, лауреат фестиваля «Подношение 10 драгоценностей». Награждение проводит председатель жюри конкурса Бадмажап Будаин. Дорогие друзья, приветствуем на нашей сцене прославленного исполнителя Макталов, Ульгеров, Дабаева Ивана Лупсанцереновича, Иволгинский район, село Хоромша. Аммарсаң амалым мылтығы, бұм саранарне ғырылдары, бұрхан шегіменен шартне манды олықсаң, бақшалама дегетін айтсадуд аннырын тансы қарлың ұрсауи. Ерітіне мұтты қолымарына алдыр салай доқчы соқтың атқам. Қаразарың көбің қарақшақ ұнына. Durma müteni te dongara yanjallu te halagıcı sosarttık ve hankarıgıcı udurttuk ve durum malattarunhan dolu katırın karadı duşun tağasından kaltaşılan nirve Borkham bakşın tanışınga boltadında mı değerli balağın ertni mıtı kolum arıyor ne? Aldır salayı doğutça soktun el sarıl beni. Öyle. Durum molu tarundan dolu kartının kararı, duşun tıkansından dolu kartının kararı. Karıgına ataya kadar karıgıya kırgın karayı, karınkıya kadar kırıl tatın karayı. Borkham bakşın tarnışınga boltadan da müddeğli bolan batır kımına varını sorgan bayın kımına sorgan daga hortun kulugunu güve hortun aldın salırsa hortun marın aldarsa gonsayın amalın bultağı urkınanın morya darıtnya Oğutağalandırған mı, оғайған жалы ташыры, өлең ойдасызгіл, өнір байын артшқаны болтағы, елі әқінден кәтеді, инкі мұнда кері болды амалын тәуін, аздыр қылты, анжыл асқыбыры амықтырындында, харызыл асқыбыры әқін сәріндында, ұқан амыр түгілдір, ұрымытты байыпты қатты, қойлы яны әзірті, қорттынданда асқыбы, үндірін аны әзірті, ұшын олымызки, қарабаны ертімсті, қарабалым мұдылты, ұдыр саға тімсілді, ұлды қаттасыжы, шабызалы батыражы, хем артына білгіржі, хүші ойынтына, ары өшқаны болды. Сәрді күндір саяң олың хормайхо, күр жирхін артист ныртта, халун алығы ташылға бұдықлыя. Коллекция традиционной одежды тункинских бурят. Модельер дышит
Мантурова. Аплодисменты, дорогие друзья. Диплом лауреата вручает Батмажап Будаин, член жюри конкурса.